Assalamualaikum достар. Бүгін сіздермен енді Каспи Пейден дополнительный счет ашуды үйреніп шығатын боламыз достар. Бұрын бұндай функция болмаған. Қазір енді біздер мой банкқа кіріп, счеттың астында открыть новый счетты басамыз достар. Теңгеден басқа счеттарды ашатын боламыз. Жалпы не үшін керек бұл? Бұл біздерге қазіргі уақытта маркетплейстер көбейіп келеді. Дополнительный мысалға басқа фирмалармен жұмыс істеу үшін де мысалға, например, маркетплейстер, Ресейдің маркетплейстері рубль сұрайды, рубльный счет дейді. Соған рубльный счет ашуымызға болады. Ресейдің екі маркетплейсі бар, біреуі Озон, біреуі Wildberries. Біреуіне рубльный счет керек, біреуіне доллар счет керек болады. Соның екеуінде ашуға болады мына жерден достар. Қазір біздер бұл жерде рубльный счетты, например, ашып көретін боламыз достар. Рубльдің үстіне бір басамыз, открыть счетты бір басамыз. Міне болды. Көрдіңіз? Бір рет баса саласыз, болды. Қиындығы жоқ. Рубльный счет ашылды біздерде. Мой банкқа өтеміз, міне мына жерде рубльный счет пайда болды. Ішіне өтеміз. Мысалға осы счетты көргіміз келсе, мынаны басамыз, инфоны басамыз, ортадағы реквизит счетты басамыз, біреуге жібергіміз келеді. Міне осындай поделить етуімізге болады рубльный счетымыз. Какой-то секундтың ішінде біздерге дайындап берді. Оп-оңай. Міне достар. Жалпы осы сабағымды осымен тамамдаймын достар. Түсінікті болды деген үміттемін.